нәсілдерде, ана қазір қара нәсілдіктерде тұр, ана көк нәсілдіктерде. Сосын бір жағынан сендерге кезінде бала кезімде Крыловтан бәрін басқа оқытты ғой орыстарды. Кәдімгі оқып, ертегілерін оқыдық қой. Бәрі сонымен біз не болдық қой. Сондықтан бізде қанша дегенмен де иммуніміз жоғары. Ал қазір орысты жек көріп, оны деп жүргендер, олардың бәрі қара нәсіл деп соның бәрі. Ана латын қазір. Осының бәрі қара. Тоқаев мен ойлаймын, Тоқаевта қара нәсілдік енді аз екен, себебі ол ана латын таңбасы онша қолай көрмеді, соны қара нәсілдік. Енді Нұрсұлтанда да сондай болды, бірақ кейіннен қара нәсілге толық жалған кезде ол асықтыра бастады. Болды енді латын таңбасына көшейік деп. Қазір соған оп-оңай анықтау болады да, кім латын таңбасынан құр, ол қара нәсілдер. Қара нәсілдің түр-түрі бар мінекей. Қара нәсілдің де түр-түрі бар, оның болашақ біз не болады? Мен қазір көгілдір нәсілді айтпай жүрмін мен әлі. Ол туралы ешқандай мағлұмат өткен. Себебі неге? Біз әлі мағлұмат толықтыруымыз керек. Мен айналып келгенде Құранның жетілуіне жалғанатын бәрі өз. Сендерден кәр мақтым дегенде де сендердің тәжірибелерің бар, сендер қаншаның өттіңдер, әйтеуір сауаптарың бар, сендерден артық енді ол қиында ол келер ғой енді. Бірақ олар тәрбиелеу керек. Ол оңай емес. Мысалы Қанипаның мен 2 жыл осында келдім, енді онан қазір ең биігіне жеткізбей, онан айырып қалу деген ол құлаған да бір құлағанмен бір дейді. Сосын енді кемпірлер туады деп келді ғой. Осы үлкен сынақ атау жолында. Біреулер ұялатын болады, қысылып. Біреулер әйтеуір оған мақтан қылатын болады. Біз осыны насихаттауымыз керек. Кемпірлер міндетті түрде болады. Ол шалы бар ма, жоқ па, ол маңызды емес. Міне. Ол оған маңызды емес. Ол Алла Тағала тазартады, оның өзінің әрқайсының өзінің жобасы бар. Мен оны жеке-жеке оны айтамын. Сонымен бірге қазір осы ана Қанипа сияқтылар, осы Бағила сияқтылар, осылар да тууы мүмкін. Мәриям аламдық басталады. Сосын сол кезде өсегіме қосақ жүреді. Өйткені халыққа ол хикмет қой, оны түсінбейді. Қазір Қанипа осындай 2 қабатты болып сондай Мәриям аламдық деп алатын болса, ол енді халықтың ақымақтығы сол. Мені қосып қойың сонда, егер мен ондай зина жасайтын болсам, мен қалай мен Құран қатым шығарып үнге жалғанып отыр. Құдай ол болды ажырапсайды мұны. Мені алып кетеді да ол неге? Мен соны өлетін біліп тұр, соны істеймін ба? Міне осындайлар, осыны міне болды ертең жалғыз өгізге туған күн бұзауға туады, ертең алынбай сендерің де бастарың келеді, бәрің де бастарың келеді. Себебі бұны халық түсінбейді. Құдайшылық деген әр адамның өзін жеке-жеке қайда, ол құдайшылық дегенді ұстанып жүру, кезінде Яссауи бабамыз айтқанда, талай әулие сираттан құрап жатыр. Қалдың үстімен жүргенмен бір дейді. Ол оңай емес, мінекей. Сондықтан бұнда ескерту керек. Қалай болады? Құдайдың айтқанымен құдайшылықпен жүру, ол 1000-ның қолынан келетін іс. Қазір осы жағдай болады, міндетті түрде ол қалай болады? Мен оған ақылым жетпейді, оны айта алмаймын. Бірақ үкім түсті ма, 6 кемпірден ма, мүмкін 6 кемпірде туатын шығар сол кемпір күн. Соған ол деген бақ, ол болашақ келетін, өмірге келетін әл-фарабилеріміз, абайларымыз, игінекейлеріміз, кезінде өткен ана құттыбіліктеріміздегі кіммен, осы бүкіл ғұламалар осылай келу үшін осындай тазалық қажет етеді да, мінекей. Күтіп отыр соған. Соған кезекте тұр. Соны біз қазақ халқын өмірге келдіреміз. Шыңғысхан баба, Абылай хан аталар өмірге келді, ол бөлек нәрсе ол. Соған біздің жастарымызды қазір дайындауымыз керек. Қазір ғана мас қапқан мен тура жолға барып 80 әйелді құшатын болдым. Осылардың бәрі қазір өтірікке толтыр. Кеше ғана үлкен мешіт салып, оның ішінде өтірікке толтырып жатыр. Мен бүгін несін қарап отырсам, ішінде жалаңбас шалбар киген әйелдер, жалаңбас ішінде ойын алаңы болып жатыр да. Солармен бірге көлеңкені ібіліс жинап жатыр ана. Көрді ғой, қызық, әсем, бар, көріш деп апарып тастатып жатыр да сөйлеп. Себебі ол жерде қалай еді? Ол жерде тартылыс күші бар. Ол жерде Құран оқылып жатқаннан кейін, сол Құран оқылған жерге үймелей береді. Құранда айтқан, Мұхаммед, сен олар үстеріңе үймелеп, сен жыға жаздады деген Құранда аят оқыдыңдар ма? Себебі Мұхаммедтен Құран ғой ол тұрған. Сол Құранға үймелеп, олар сен жыға жаздады дейді. Сондықтан ана арыс ауытын кимей, бәрі біздегі Құранымызды бәрі ұрлатамыз. Мінекей, оны қалай? Ұйқымен ұрлатамыз, тамақпен ұрлатамыз, босқа күлкімен ойлатамыз. Болмаса, ана ой жору дейді. Ана көрдің бе дейді, мына бүкіл жындыханаға түскендердің бар ой жорушылар болсын. Құранда ой жорушылық
құрсын деген. Сосын мына жындыханадағының десе мен зерттедім. Оны әлі бұл болашақ боларға үлкен бір өзгеріс енгіземіз. Мен қазақтарға айтсам, қазақтар әлсіз айтпайды да, ұйықтап жата береді. Не ұйықтайсың? Не болды? Айт деймін ғой мен. Мен үшін соны білгім келеді да. Олар қайдан білсін мен не мақсат сұрап жатқанын. Сосын ішінде бір ғана Андрей деген бір қақол келіп еді. Сосын айттым, енді оның тілін тауып алдым. Сен айтшы ана, укол қанса қандай хал болады деп. Ол айтады да, ана ой келеді дейді, ауыр ой келеді дейді да. Ана ауыр баса береді, сосын ұйықтай бересің дейді да. Ана сөйтсе ол ана укол дегеннің өзі сондай, ана дәріш уышкен. Уыштым деген сол да мінекей. Сона су сұрасаң у берер деген Абай атамыздың айтқаны, ана зинаменен қатынасқан кезде ана еркектің у болады да, әйелдің ішіне сол бейнеледі да, сосын ол ана сол ауыр ой тартады тұрады да. Сосын олардың айтсаң айтады, не ойлап біреуін айтты, не ойлап отырсың деймін. Ана ішіндегі айтып отыр дейді, ана сіз ана өтейін деп отыр, бүйтейін деп отыр. Мен білетін әңгіме оның бәрі. Ішімнен күлем де қоямын. Деп айта бер деп. Көп сондайда ана оймен құртады. Сондықтан мына ойдың тәрбиесі сендер жаңағы бой өсіріп ойды тастадыңдар деген түсетін батада. Сондықтан біздің бойымыз қазір не сонымен бірге мына өзіміз ойымыз дұрыс ойлана білу үшін, дұрыс ойлана білу үшін мінекей сол Құранды көбірек оқу керек бірінші. Дұрыс ойлана білу үшін ана іштегін шығару керек. Сондықтан қазіргілер көбісі мынандай хабар келді. Мен дейді, осы ана кісіменен болған кезде, осы сөйлесіп тұрған кезде ана дұғаларым қабыл, әрине ол сондай. Сосын енді қазір мен пәлем туысқаны бір ауырып жатыр, анау не жатыр, мен не істеймін деп сондай сұрақтар қойып жатады маған. Менің оқымдың себебі не? Оның өзінде тұр көп. Себебі не? Ол келді, қамшыдан өтті, тазарды, бірақ сонан кейін оны әрі қарай не істеді? Қарашы, сұраңдаршы. Бәрі тым-тырыс сен тимесең, мен тимен деп отыр да. Бір ауыз айтпайды, хикметін айтпайды. Я болмаса өзінің толған күнәсін айтып, ар жарыққа шығарса да, дұрыс болар еді да. Айтпайды, халықтың алдына шықпайды. Сөйтіп отырып, бір сондай шығармашылықты меңгермеген. Сөйтіп кейбіреулері бар, ана кезінде сипап үйреніп қалғандар. Ол соны тығылып сипап жарасып алады да, ана тамақ. Я болмаса, ана ой мен қалай қыламын енді, ана құдам шақырып еді, пәлен шақырып еді, сол жерден барып арам тамақтан ішеді да. Сосын қаяқтан сосын кіреді сонымен бірге ой. Ой кіреді міндетті түрде. Ой кіреді да, сосын ол өзіне тартады бәріне. Қабылнама деген сол. Анарда сөйтті ғой талай. Көрдің, болды ғой жағдай. Жұрттың көңіліне қаратты. Сендер сонда Құдайдың көңіліне әйел адам, сондықтан әйелдерде опа жоқ деген осы да. Ол әйелдер кемсіту емес. Әйелдерде опа жоқ, әйелдерде уәде жоқ деген да. Опа деген уәде ғой енді. Әйелдерде уәде болмайды. Сондықтан жаңағы біреу айтып күлдіріп еді осындай. Кемпір мен шал дейді, біз жастық шақты еске түсірейік, пәлентің талдың келісейік деп. Мақұл деп екеуі келіскен. Ана тұрып, жаңбыр әбден шаршап келсе, кемпірі ұршық отыр дейді. Неге шықпадың десе, мен мамам жібермей қалды деп айтты дейді. Сол ғой енді. Әйелде опа жоқ деген. Сондықтан әйелдер сол жаратылыстан ғой енді. Сондықтан біз соны тәрбиелеуіміз керек. Әйелде уәде болмайды. Сондықтан сол уәде болса әйелдер бәрі сондықтан Алла тағала мүмкіндік беріп қойғанда, соны жинаған уәдесіздіктерін, әртүрлі келерін бәрін баланы тәрбиелеу үшін әйел адам өтірік айтпай тұрмайды ғой енді баламенен. Күнде тұрған атқа осылардың бәрі еркек бала тәрбиесі жер құшады деген дейді, әйел дүние жаса жел құшады дейді. Еркек қадағалап отыру керек та, әйелдің дүниесін жинаған еркек қадағаламаса табылмайды. Оның бәрін мән бар ғой, сондықтан әйелге сол мүмкіндік берген. Сондықтан етеккірменен сол не қылады да, ал етеккір тоқтады ма, енді әйелдерге өтірік айтып болмайды, қиын. Көрдің ба? Сондықтан енді ондай кезде қатын қақсы естиді, қаттан кейін қатын қақсы естиді. Осының бәрі ол тұрған жан ғылымы ғой, оны тереңдеп айта берсең, қазір жұрттың мен миын ашып жіберемін да, ол араңа кіруге болмайды. Еркек естуші, әйел көруші. Еркек соқыр, әйел саңырау жаратылыстан. Сондықтан ол тылсымның үнінен. Тылсымның үнін естуді сендер, үнді естімесеңдер, сендер жәннатты, ол ақыретті, сендер әлі толық мына, кемпір дегеннің сол тақырыпқа қайттан келіп тұрмай, кемпірлер сол, ана әй дейтін әжесі бар деген сол, сендер әйдеу сол тылсымның үнін естейтін, сол қасиет беріледі, сары қуат келеді, сары үн,
Сарымен байланысты бәрі. Бізде сарыарқа, сараға, сары деген бәрі осы болса сары ғылымға жалғануды соны Мағжан Жұмабаев кезінде адам сол айтып кеткен. Сол көбісін сондай шығармайды. Сары дала, тыныштық сары дала деп айтып кеткен. Там тырыс сары бала деп. Оны ешкім түсінбеген бұл не деп. Ол сарында айтып кеткен да. Тағы да айтып кеткен. Сөз табатын ақыл бар ма деген да. Қиядан сөз табатын ақыл бар ма? Бой балықтар ақыл бар ма? Есіл сөзім есепсіз босқа кетсе, обалық жаулығы жоқ қатындарға деген. Енді есепті сөз деген не? Есепті сөз, саналатын сөз дейді да. Әрбір білім саналу керек да. Сол саналмаған білім Айнұрда көп. Соны екеуміздің. Анау саналмаған деп екеуміз қырылсамында қыламыз да. Ол саны жоқ білген. Жоқ, ол пәлен ғалым жазған ғой дейді да. Екеуміз соны үні қазір қойды енді, білмеймін. Ішіне тығып алып жүрген шығар, бірақ айтпайтын болды қазір. Ондай білімдерді. Жеңілмейтін, білдімейді. Я болмаса енді басқаша болмай. Себебі неге Құраннан келетін қазіргі сол санды сөздерді Айнұр шығарылмай тұр да. Не, Мағжан адам соны айтып кеткен. Мына сана деген саналатын сөздерді айтады. Соны Абай атамыз мен де бір санды ойшыл едім деген да. Мен де бір санды ойшыл едім деген. Сондықтан мынау сана деген ана санап сөйлейтін сөздер, есеппен сөйлейтін сөзді айтады да. Біздің қазіргі елбасымыз Тоқаевта да, біздің ана кәріметтарымызда да ешқайсында сана жоқ. Сана болмағаннан кейін ата жолын сотта осындай мырс ғана санды білмегейтін санасыздар қазір ертең 12-ші қыркүйек пен 14-ші қыркүйектің арасында дәстүрлі дін деген не батырды. Сонда салт, әдет, ғұрып, салтымыз қайда кетті? Есеп білмеген есек деген сол ғой енді. Сол әлемнің бар есектерін жинап алайын деп отыр да. Соған біздің бүкіл имамымыздың бәрі есектер соған атнағанды. Дәстүрлі дін деп. Әдеті қайда қазақтың? Ғұрпы қайда қазақтың? Соны пайғамбар айтпаған ба? Алла тағала бұйырмаған ба? Салтымыз қайда ертең сол? Мыңдаған жыл өтті ғой біз. Салтымыз деген қаншама салтымыз өтті ғой мыңдаған жыл. Енді қазіргі салтымыз ғой мына біздің. Телевизорымыздан бастап, мынау көріп жатқан мәшинеміз, мінген қазіргі осып жатқан бәрі біздің салтымыз ғой енді. Оны қалай біз жоққа шығарамыз? Қазақ меңгеріп жатқан. Біздің өзгешелігіміз бар ғой. Мал бағу да біздің салтымызды. Біздің тамақ істеудің бәрі ғой. Салтымыз емес пе осының бәрі? Тамақсың, киім киімсің, бәріміз салтымыз емес пе? Енді сол біздің салтымыздың бәрін жоғалтып, дәстүрлі дін дегенді не болады? Көкейлерін ақша тесіп бара жатыр да. Ана миллиард ақша келді, соны қалайда қорыту керек. Сөйтіп, мінекей тоқалып билік қалыпталып отыр. Қалыпталып отыр. Рухани тұрғыда тағы да масондық жүйе кеше бірде-бір ар ұят туралы жолдауда айтылған жоқ. Осы уақытқа дейін Құдай қаласа деп Тоқаевтың аузынан сөз естідіңдер ме? Айтылған жоқ. Назарбаев айтатын да. Себебі ол ана перлік жүйенің ең басында тұрды да, оның ғана 100 қадамы да, 100 адамы да, 5 қадамы да, осылардың бәрі негізінде бар, тек терісі оның бәрі. Терісі. Мына 7 әулиені 7 қыр деп шығардық кейіннен. Оны Тоқаев айтылады, ұялғаннан қойды кейіннен. Саналы түрде дейді, паралғандар деп айтты, саналы түрде. Яғни Құдайдың рұқсатыменен паралғандарды жазалау керек деді да. Саналы түрде паралатын біз ғой Құдайдан. Жұрттың садақасын жинап жатқан. Мінеки осындай саналмайтын сөздер айтатындардан адам қаяқтан сана болады? Сол санасы жоқ, санатығы жете жоқ. Мына прокурор соттарды қазір біз солардан біз әділдік осыларын шығарамыз дейді. Ол болмайды, шықпайды. Бәрі шықпайды. Бәрі осылай Құдай сынақ салады. Енді қызыл қырғынға қарай келе жатырмыз. Қызыл қырғынға қосылсын. Енді ол қандай? Сондықтан біз халық көбірек құрбандық шалу керек, осына керек та, сол қырғынды сол биліктің өздерінің басына келу керек та. Соған аудару керек. Соған аудару үшін қазір біз көбірек айту керек. Тек қана мен неге Тоқберген айтты деп, көбісі ана жаба салады да, осы кісі осы жаппай деген күні-түні сөйлейді отырады дейді да. Жек көреді көбісі, себебінің жүректерінде тұр ғой қарсылығы, тасы тұр, байлауы тұр, көздерінде бөрен тұр. Мені көрсе шошып кетеді бірден. Сендер айтып оларың керек.
халық қалайда көбірек осы алдағы тұрған осы қыркүйектің аяғында ма әйтеуір бір я егерде көшеге шығып қырғын болмайтын болса, ол апат болады. Жанартау атқылайын деп тұр қазір. Урандар пісіп жатыр, ол меңгермей жатыр. Атом керек жоқ деп. Осының бәрі Құдай бәрі. Сен атомнан өлмейтін болсаң, бәрі Құдай бәрі өскеді. Бізде қазір көбірек. Енді анау Пакистанды қараңдар. 330 миллион пакистандық қазір ол соғыста ондай жағдай болмайды. Онан гөрі Украинаның жағдайы жақсы да. Украинаның жағдайы әлде қайда жақсы Пакистаннан. Қырылып қалды олар. Мектебі де жоқ, басқасы да жоқ. 700 мың сиырлар өліп кетті міне. Аштыққа келді. Егін бәрі жойылды. Таулар көшіп жатыр. Не істерім жұртқа алақан жайып жатыр, көмектесіп жатыр. Қарасаңдар, енді олар 5 уақыт намаз оқиды. Олар кәдімгі масқат ұстанады. Олар қазақтан да мықты олар. Олардың баласына дейін намаз оқиды. Неге сондай болады? Арапқа қай қасірет келіп жатыр да. Сонда біздің топас надандар соны осы қарап отырып, сонда қазақ масқа деген бөлек па сонда? Әлде біз Алла тағала әлемнен бізді бөлек жаратты ма? Осыны ойлап отқан жоқ та. Қаншама кетіп жатыр осы, қайғы қасіретке ұшырап жатыр. Бір отбасының жоғалып кетіп жатқаны бар ғой. Осында келіп жағдай жақсарғаннан кейін сосын өзінің қана мені жұрт неге жақсы көрмейді деп қана өкпесін айтып, мені неге сыйлай қоймайды мен деп жүргендер көп та. Ана мені өсіп кетті да. Құдай оны боқтан ашып алды, шығарды. Адам болды. Бірақ енді келіп ұмытып кеттім. Ол енді мен ертең онан сайын шырқыратады ау дегенде, мен соларға қарап тұрып жүрегім ауырады кейде. Себебі ар жағын көріп тұрғаннан кейін. Бір түсінбейді бірақ. Осылай бола беретін сияқты. Қазір халық деген жай барақат көшеде жүрді, осылай бере беретін сияқты. Ауыры келіп жатыр, балдарың ұнады деп. Ана мектеппен соғысып жатыр қазір. Декалте дейді ма, емшегін салбыратып қоятын мектеп директоры қойып, ана балаға тақия киюге болмайды. 26-шы біздің статьямыз бар дейді да. Сенің адамгершілігіңде, сенің құдайыңда, сенің атасы әлтіңден оны түкіргенің бар дейді да. Бізге 26-шы бапты орындауымыз керек дейді. Хайуан сияқты сонда мектепте мәдениет жоқ. Қалай біз сонда сол осылай біз керемет болып кетеміз ертең. Осы керемет заң шығарып, дүниеменен бәрін осы бәрі мұнайды бөліп қойып, сен ана $3000 алатын бала қалама ертең сенде. Соған қуанып жатыр да. Мен балам ертең еңбексіз ешқандай $3000 алатын болды деп. Құдай сөйтіп бұйырды ма? Сен балаң ақшасын деп. $10,000 алады екен арабтың өзінен. Сол шақырып алып Назарбаев айтты ғой. Мен халқымды құрттым деп. Өз ана балдарға сөйдім. Ана балдар сонымен қазір арабтың халқы азды міне. Қай қасіретке ұшырады. Еңбекпен табу керек не нәрсе енді. Бізге ешқандай үкімет ақша берген жоқ бізге. Үкіметтің біздің Совет көмектескені, Совет үкіметінің жақсылығы біз кедейдің ешқандай қалтасында тиын жоқ болса біз тегін оқыдық. Бізді тегін емдеді. Бізге сон мүмкіндік жасап қойды. Бізге тіптен анау жұмыс істеткеннің қосымша жұмыс істейтін болсаң, жазалайтын тұғын. Тағалап жүр жұмыс істедік. Себебі неге? Сен стипендияңды соны жеткіз. Сөйтсем, оны сол үнемдеу керек екен ғой соны. Олда тұрған қарап отсаң дін екен ғой біз. Ана сол ақшаға сен өмір сол кезде бәрі жететін тұғын. Жетті ғой сол кезде бәрі. Жетті шында. Артығымен жетті. Еткен орам алсаң да жуасың, нәски алсаң да, нәскиің тұран тиын алсаң, оны 3 сомға арақ алып жуасың. Осындай өмірін өттім. Мен өз басымнан өттім. Сол кездерде ешқандай ертең күнім не болады деген қайыр жоқ еді. Бар ойымыз Аманбайдың туған күні қашан келер екен деген, ана осы анардың үйінде осы бір қонақ келе жатыр деп еді. Қашай мен шақырадым. Сол еді ойымыз. Олғай сол әйтеуір бір ойын, той, я әйтеуір бір жеңге осы мен ана еңбек демалысым келсе, мен ona путевка тегін береді, ана жаққа барып қайтсам екен деген. Осы болды ойымыз. Ешқандай қай-қасырет деген болмады. Ауру да болмады бұндай. Енді соны айтсаң айтады, орыс жаман дейді. Біз сол көрден оны өзіміз құрттық біз. Қазақ құрттық өзіміз. Біз ана ұры қудық, басқа қудық, қайта сөйтіп құрттық. Ана орысы бар ауылдарда әділдік болды. Орысша ауылдарда бірін-бірін қанау болды. Мен осыны өз басым өткірдім.
Сондықтан ана орыс жаман, анау жаман деп, сол кездегі көп нәрсе дұрыс болды. Сондықтан мына қазіргі біздің ата жолымыздың, қазір осында ішкі қағидарамыз, біз осыны өзіміз қалайда, мына бір жерде тоқтап қала алмайды. Ана орыстар айтады, тихо момче черти водится дейді ма? Тұйық тынық суда құрт кетеді дейді да, құрттап кетеді дейді да. Біз қазір үнеммен түртіп отырамын да. Ана ойы тығылып қалмасын деп, менің қасымда жүрген адамдар қиын да. Мен басқа нәрсені ойлатып қоймаймын да, үнемі түртемін деп отырамын. Қанибек екеуміз жалғыз қалған кезде не істеп отыр екен деп мен аңдып жүремін. Менің ісім сол да. Қайта ол әйтеуір музыканы нені қойып қояды, өлеңді қойып тыңдап отырады, сонымен жүреді да, әйтеуір ол жақсы. Кейбіреуді қарасаң, тамақ істеп жатқанның өзінде ой басқа жақта жүреді, ана жақта жүреді. Ана тамақ ішкім келмейді қалады да. Себебі ана ойын көресің, ойы ол осында жүріп, ой басқа жаққа кетіп қалады. Көрдім, Гүлжәмдер тамақ істеп жатса, ойы Өскемендегі жүреді да. Өскемен көшесін алып, базарға барып, папасына бірден алып беріп сөйтіп жүреді да ол. Сосын қалай болсын ана ол тамақ басқа жақта қалады да. Міне сол ойды меңгеру деген. Міне ойды меңгерілмағаннан кейін қазір жетімге жаңылмайды. Ол жетімге жаңылған ойды меңгермеумен байланысты. Ана бағидан да әйтеуір күнде келгеннен кейін біледі, мына қорқып ана бұрында сөйтетіндігін, қорқатындығын да. Үнемі аңдып жүргеннен кейін көбісі ұрсуға да қорқатындығын, басқа ойлауға да қорқатындығын, мен бір жүрген Гитлер едім да оларға. Солай болып, қайта көтерілдік. Қазір мен сендердің бәрін оны айта алмаймын да, мен бір жағынан шаршадым да ондай. Сосын айтып отқанмын, соны Аманбайлар, басқалары соны, бірақ сен өзің биік тұрып атқаруың керек та. Сен төменде тұрып, мен ана жоғарыдағы әйелге мен қосылуым керек дейтін, ана болмайды. Мен қазіргі кімге Нұрмағамбеткеннен қайта Нұрмағамбетке мен 4-5 қатын алса деп жүрмін да. 4-5 қатын мейлі мен оны тіптен өзім көмектесем, бірақ еркек сияқты болу керек та, мен үшін. Мен үшін ал еркек өзің еркектің меңгере алмай жүріп, әйелдігін меңгерген әйелге мен қол салам деген ол маған мен оған рұқсат бермеймін. Соған дұға қыламын солай. Себебі әйелдер қаншадан нәзік жаратылған, жолы жіңішке, еркек биік тұру керек, еркек қалайда сол қорғаны болу керек, еркек оның сауыты болу керек, еркек оның әйелдің сенімі болу керек. Айтады ғой, Асқар тау деген не? Тауға сүйенесің, сенімі болу керек. Еркекте сол сенім мықты болу керек. Еркек ондай болмайтын болса, мейлі кәрамат әйелдердің бәрі сол енді ол керек. Мына Мекенгүлдің күйеуі қайтыс болды деп жатыр ғой. Ол несін алды? Болды, сенің дұрыс сенімін алды. Күйеу деген сенім. Кім сол сияқты қазір анау көп қой жаңағы ағана, пәленіні осылардың бәріне сынақ келді. Бұл мен неге айтып отырмын? Тәубеге келсін, ертерек тәубеге. Біздің арамызда да көп. Жұртта сипап, ана қолын бәрі көз қылып жинап алады да, осы жерден қамшы алып кетеді де, барады тағдырып жүрген арамасы шет, басқа не қылады, сөйтіп жүріп, мен неге енді жолым болмады деп жүргендер. Осыларға енді, осыларды доғару керек көзін. Құраннан сұрап, қазір сендерде Құраннан сұрау деректерің, осы біздің әлі төменден соларды сұрап, кімге жолатуға болмайды бірден. Керек жоқ. Біз қазір алдыңғы топты қалайда шығаруымыз керек. Енді қатаң тәртіп керек. Мінекей мен сол менің өзімнен бастадым. Менің маңымда жүргендерінде бол. Зікірге келесіңдер ме, ішкін келмейтіндерін шығып тұрмын. Аманбай аны жаққа деймін да, болды енді. Сол жақпен жүресің. Қалай не қыласың, ол өзің ақылыңмен өзің шешесің. Ананы мен өйтейін ба, мен бүйтейін ба, менен сұрауды қойыңдар. Өздерің ақылдарын Құраннан сұратыңдар, шешіңдер. Әркім өзің ақылымен жүрсін. Осында келіп тұрғандары мінекей қазір шыраққа келіп жүрсіңдер, мінекей Мәруәнді, сонда кімге де Айболатқа да бір ерекше бір ұсат жақындық беріп қойып едім. Ақырында өзіммен кетпен бас сияқты таяқ қойып дейді. Сондықтан қазір оны осындайларды бәрі тақуа. Мен ешкім жек көргенін айтып жатқан жоқпын. Енді артын сынағы болмасын деймін да. Есін жинасын деп. Сендерге де бәріңе де сондай. Раушан саған да ескерту. Мен айтайын деп өткенде жүрген мына сенің ана карбозға да мен айтсам ертең мен қабыл болып кетемін, тілім істеймін деп қоямын да. Қауіп келіп қалды, жақындап қалды. Ол намазға жүрген тез өледі. Ойнауға болмайды деп. Себебі неге? Қазір екеуің біреуіңді, екеуің қатар шығасыңдар ма? Ең болса біреуің қаласыңдар. Дұрысын қаласыңдар. Міне осындай келді. Дұрысын қаласың. Сен қазір осы әйтеуір тауып танып жатсың ба? Сен жақсы дұрыс болсаң, карбозда дұрыс болады. Сен әлі ортада тұрғаннан кейін енді екеуің біреуіңді Құдайға таңдау керек. Өйткені арғы балдарыңа сендер зияндарын тимеуің керек. Бақытты өмір сүруге болады ғой. Бағдатқа да осындай айтылды. Қазір сонда көрсетіп жатыр. Көрлерін қазғанын көрсетіп жатыр. Өлгенін көрсетіп жатыр. Бірақ оның бәрі ойыншық емес.
Бәріңе де осындай жағдай келді. Енді абай болыңдар. Біреуіңнің әкеңе, біреуіңе ескерту, өлімнен ескерту берілді ме? Ол аруақ екі айтпайды дейді. Енді онан артық енді шегіну жоқ. Olmaydı,